мемлекеттік балалар басылымдарының Жас өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрамына 2 газет, 2 журнал кіреді. Олар Ұлан газеті, бұрынғы Қазақстан пионері, Дружина ребята газеті, Ақжелкен журналы, бұрынғы пионер журналы, содан кейін Балдырған журналы. Неге мемлекеттік деген сұрақ туындауы мүмкін? Осы жерде мемлекеттік болатын себебіміз бұл 4 басылым балалар басылымы. Бұрыннан шығып келе жатқан, бұл Кеңес одағынан бері қарай өмір сүріп келе жатқан басылымдар, қазір олардың 100% акциясы мемлекеттің, соның ішінде қаржы министрлігінің қарамағындағы жекешелендіру комитетінің қолында. Сондықтан біз мемлекеттік болып саналамыз. Мысалы, жаңа ежелден келе жатқан газет журналдар деп отырмын. Мысалы, Ақжелкен журналын шыға бастағанына 82 жыл толды. Ұлан газетін шыға бастағанына 78 жыл толды. Биыл міне Дружина ребята газетін шыға бастағанына 75 жыл, ал Балдырған журналын шыға бастағанына 50 жыл толып отыр. Бұл газеттер бұрын әрқайсысы жеке-жеке өзінше өмір сүрген, өзінше жеке-жеке редакция болып, газет журнал шығарылып келген болатын. Ал 2001 жылдан бастап кәдімгі біздің министрлер кабинетінің арнайы қаулысымен Жас өркен жауапкершілігі шектеулі Жас өркен акционерлік қоғам болып құрылған болатын. Ал 2005 жылдан бастап Жас өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қайта құрылды. Енді бұл 4 басылымның басы бірге шыға бастағалы берді, міне 7-8 жылдың көлемі болды. Осы жылдар ішінде әрине нарық заманына қатысты, басқа да жағдайларға байланысты экономикамыздағы біраз қиындықтар кездесті. Тираждарымыз күрт құлдырап кетті. Үкімет тарапынан бөлінетін ақшаның көлемі азаюына байланысты 2004, 2005, 2006 жылдары біраз қиыншылықтарға ұшырадық. Бірақ 2007 жылдан бастап осы газет журналдарға бөлінетін біз енді қаржыландыру көздері екі-ақ көзден, біріншісі жазылымнан түсетін қаржы, екінші мемлекеттен алатын мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысамыз. Былай шыққан тендер деп аталады, сол тендерден түсетін ақша, қаржы. Енді газет журналдардың газеттерде қазір 8 бет болып шығады, аптасына бір рет. Бәрі түрлі түсті 8 беті де. Газет журналдарымыз да Балдырған да Ақжелкенде түрлі түсті болып шығып отыр. Енді туындайтын біздің алдымызда тұрған көптеген жоспарларымыз бар. Алдағы уақытта атқарылатын істер жетерлік. Ең бастысы бізге оқырман санын көбейту. Сол мақсатта қазір көптеген жұмыстар атқарылып отыр. Біз биыл мысалы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігімен арнайы келіссөздер жүргізіп, министрдің бізді арнайы осы 4 басылымның басшыларын қабылдауына қол жеткіздік. Министр бізді қабылдап 1,5 сағаттай ашық әңгіме жүргізілді. Осы газет журналдарды қайтсе көркейтеміз, оның оқырманын қайтсе көбейтеміз деген мақсатта. Бұл мақсатта біраз нәрсеге қол жеткізген сияқты. Кейін Білім министрлігінің арнайы кеңейтілген алқа мәжілісіне шақырылып, мен сөйледі, осы газет журналдардың қазіргі жас ұрпақты тәрбиелеудегі маңызы туралы арнайы баяндама жасадық. Енді алдағы уақытта осы енді биыл подписка жарты жылдық қазір жүріп жатыр. Енді күзде басталатын келесі жылдың жазылуына байланысты сол министрліктің